не деген бәріміздің мақсат қой. Карантин деген. Саламатсыздар ма балалар? Good morning, children. Good morning, teacher. Ал балалар, бүгінгі көңіл күйлеріңіз қалай, жақсы ма? Жақсы. Онда бүгінгі сабақтың тақырыбын ашайық балалар. Мына жерде сіздердің алдарыңызда мынандай 3 зат тұр. Енді осы 3 заттың қандай айырмашылығы бар? Мынау қандай зат? Ағаш. Ағылшынша? Алюминий. Мынау? Темір. Ал енді балалар, мына жердегі осы заттардың ұстап көріңдерші, қандай айырмашылықтары бар? Өнімдері бірдей, салмақтары әртүрлі, тығыздығы әртүрлі. Тығыздығы өте жақсы. Ал балалар, онда біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы заттың тығыздығы және тығыздықтың өлшем бірліктері, тығыздықты есептеу екен балалар. Ал кәнекей біз осы сабағымызды бастамас бұрын бірінші топқа бөлініп алайық балалар. Мозаика әдісі арқылы топқа бөлінеміз. Алюминий, ағаш және темір 3 топқа бөлінейік. Жақсы. Алюминий тобы, темір тобы, ағаш тобы. Өте жақсы. Homework. Өткен сабақты қайталау ретінде бізде ұшақ әдісін қолданамыз. Кәнекей, мен мына жердегі сіздердің алдарыңызда ұшақтар тұр, көріп па? Ал осы ұшақтарды қазір біз сәл ғана не істейміз? Ұшырамыз. Сол арқылы әрқайсымыз бір-бірден алып, үйге берген сұрақтарға жауап береміз. Алдыға қарай ұшырайық. Жақсы. Ал кәнекей, бір-бір сұрақтан аламыз. Ала ғой. Жақсы. Жақсы. Отырамыз. Кәнекей, ағаш тобы. Гүлдар, қандай сұрақ келді? Жауап бере ғой. Мені айтады. Денеге басқа денелердің әсері тимеген кезде оның тыныштық күйін сақтауы инерция деп аталады. Өте жақсы. Жақсы. Келесі сіздерден. Гүлнар. Дененің инерттілігін сипаттайтын қандай шама? Дененің инерттілігін масса деген физикалық шама сипаттайды. Өте жақсы. Мүслиман. Халықаралық бірліктер жүйесінде масса бірлігін атайды. Килограмм. Килограмм. Өте жақсы. Тағы да кімде? Бір центнерде қанша килограмм бар? 100 килограмм. Өте жақсы. Гүлнар, Аймина. Массаның қандай өлшем үлгісін білесіңдер? Килограмм, грамм, тонна, центнер. Өте жақсы. Тағы да ағаш тобынан. Массаның белгіленуі қалай жазылады? М. Өте жақсы. Үйге берген тапсырмаға бәріміз өте жақсы жауап берді. Жақсы. Онда балалар бүгінгі сабақтың тақырыбы бізде ашылды. Енді біздегі тақырыптың мақсаты осы қатты заттардың, сұйық заттардың және газдардың осы заттардың тығыздығын естеу, анықтау. Бүгінгі сабақтағы тақырыбымыздың мағынаны табу үшін жалпы көңіл бөлейік. Мағынаны табу. Кәнекей, кім айтып жібереді? Жасмин, айта ғой. Қандай суреттер көріп тұрмыз? Темір және мақта. Иә. Бұлардың, бұл заттардың салмақтары 1 килограмм екен. Бірақ тығыздығы әртүрлі. Тығыздықтар әртүрлі. Өте жақсы. Өте жақсы. Отыра ғой. Неліктен тығыздықтар әртүрлі? Мүслиман? Темір бір-біріне қатты жалғасып жасалады. Молекулаларының орналасу бір-біріне тығыз орналасқан, иә? Және өте қатты зат. Солай ма? Өте жақсы. Отыра ғой. Мақта. Олардың молекулалар бір-біріне қарсы орналасқан сол үшін тығыздығы слаб. Жақсы. Отыра ғой. Неге өлшеу арқылы біледі екенбіз? Таразыға өлшеу арқылы біледі. Ал балалар, бүгінгі сабақтағы заттың тығыздығын анықтау үшін біз бұл заттарды неге таратып
ішеміз? Таразыға тартады екенбіз балалар. Мінекей. Онда бүгінгі сабақтағы таразыға тартып, біз қатты заттардың тығыздықтарын анықтайды екенбіз. Ал сіздерге мінекей бір таразы беріледі. Қазір бізде кішігірім ғана қалай анықтау керектігін мән берейік. Мінекей балалар. Енді осы жерде сіздерге мынандай бір тастар беріледі балалар. Гір тастарын ала қойыңыздар. Ал балалар, біз заттың тығыздығын анықтау үшін балалар, мысалы мына жерде бізде мынау темір. Осы темірдің тығыздығын анықтау үшін балалар, біз бізде мына заттың біз несін анықтап алуымыз керек? Ұзындығын, және енін, және биіктігін анықтауымыз керек. Кәнекей көлемді табу үшін біз не істейміз? А, Б, С көбейтеміз. Өте жақсы. Мінекей көлемді анықтау үшін біз бірінші өлшеп аламыз. Келесі, одан кейін не істейміз? Таразыға бір тастарын қоя отырып, теңестіріп, не істейміз? Салмағын тауып аламыз. Және бізде 12-ші кестеде берілген заттың тығыздықтары туралы, қатты заттың тығыздықтары, сол жерден темірдің тығыздығын тауып, қаншаға тиді? Соны не істейміз? Анықтаймыз. Сантиметрді неге айналдырамыз балалар? Метрге айналдырамыз. Бір заттың қатты, сұйық және газ тәрізді күйдегі тығыздықтары әртүрлі болады дейді балалар. Онда бізден шығармай дәптерімізге жазып аламыз балалар. Ал балалар, физика бізде өте қызық пән. Сондықтан бүгінгі ең қызық нәрсе мынау бізде жүрек. Ал жүрегіміз бәрімізді әрқашанда соғып тұрады. Дұрыс айтамыз. Ендеше келесі жүректің не үшін беріледі? Қараңыз кәнекей балалар. Мына жерде бізде жүрек деп отырғанымыз, жүректі екіге бөлсек, бізде қараңдар. Қандай шамашылық тұр болады? Жаңағы масса. Мына жақта екінші бөлігі көлем. Онда біздің бүгінгі сабақта тығыздықтың формуласы массаның көлемге қатынасына тең болады екен балалар. Масса бізде тығыздықты ро. Келесі өлшем бірлігі. Кәнекей балалар жазып аламыз дәптерге. Заттың тығыздығының бірлігі өлшем бірлігі ретінде килограмм метр куб алынады екен. Онда бізде decisive equate 1 килограмм метр куб. Ал енді осы жерде біздің тығыздықтың өлшем бірліктері балалар. Граммның сантиметр кубқа, килограммға айналдырып, килограмм метр кубқа айналдырса, оның 3 дәрежесіндегі килограмм метр куб. 1 килограмм метр кубта оның 3 дәрежесіндегі тоннаның метр кубқа қатынасына тең болады. Онда балалар, бүгінгі сабақта сіздерде килограмм қай шаманың өлшем бірлігі еді бізде? Масса. Метр куб көлем. Өте жақсы. Көлемді табу үшін біз жалпы АБС көбейтіп көлемін тауып аламыз. Енін ұзындығын, қалыңдығын көбейтіп көлемін анықтап алады екенбіз балалар. Өте жақсы. Онда кәнекей балалар, біз алдыңғы ондық кестесін еске түсірейік кәнекей балалар. Санти қанша дәреже көрсеткіш? Өте жақсы. Өте жақсы. Ал беріліп отырған кило? Деци? Мили? Беріліп отырған осы шамаларды кәнекей бәріміз еске түсіріп тақтаға жазайық.
бізде өлшем бірліктерді, еселіктерді еске түсіріп отырмыз. Онда балалар мына жердегі 1 граммның сантиметр кубқа қатынасынан оның 3 дәрежесінде килограмм метр куб қалай шықты, соған бір мән берейік болды. 1 граммның сантиметр кубқа қатынасы. Санти қанша дәреже көрсеткішінде? -2 дәрежесі. Ал енді, егер де ол метр куб болса, ол қанша рет қосылады өзіне? 3 рет. Сонда қанша дәреже болады? -6 дәрежесі. Дұрыс айтасыздар. Біздегі грамм дегеніміз 10-ның -3 дәрежесі, 10-ның -6 дәрежесі. Солай ма? Енді 6 дәреже бөлімдегі дәреже алуына шыққанда, плюске айналады. Сонда 10-ның -3 дәрежесі, жаңағы 10-ның 6 дәрежесі қаншаға тең болады балалар? 10-ның 3 дәрежесіне тең болады. Не болды сонда? 1000 болды. Солай емес пе? Міне балалар, онда бізде 10-ның 3 дәрежесіндегі килограмм метр кубтың шыққаны, осы есептің шыққаны, міне осы түрде беріледі. Түсінікті ма балалар? Килограмм. Бізде медиа қанша дәреже көрсеткіш? 10-ның -3 дәрежесі. Сонда бізде берілген шамада 1 литрді айналдыру үшін көлемнің өлшемділігі 1 литрде балалар. Мысалы, бізде келіп отырған шамада 10-ның -3 дәрежесіндегі метр куб бар. Ал енді осы метр куб қаяқтан шықты? 1 литрде децибелмен алатын болсақ, децибел қанша дәреже көрсеткіш? 10-ның -1 дәрежесі. 1 дециметрде осы метр кубты, жаңағы метр кубқа айналдырса қанша болады? 10-ның -3 дәрежесіндегі метр куб шығады. Солай емес пе балалар, Деци деп отырғанымыз -1 метр куб дегеніміз өз-өзінде 3 рет қосылғанда -3 дәреже шығады. Түсінікті ма балалар? Өте жақсы. Енді ал келесі балалар, біздің келесі әдісіміз топтық жұмыс. Ал қанекей сіздерге жалғасын тап деген әдіс бойынша тапсырма беріледі. Қай топ дайын балалар? Қай топ? Алюмин тобы дайын екен. Бірінші сұрағына сіздер жауап беріңіздер. Бірінші сұрағы не дейді? Алина, оқиға. Заттың тығыздығы дегеніміз не? Заттың тығыздығы деп, сол заттың бір өлшем көлемдегі массасын айтады. Өте жақсы. Балалар дұрыс айтып отыр ма? Тыңдаймыз. Болды. Тығыздықтың формуласын қалай анықталады? Тығыздықтың формуласы масса бөлінген көлем. Өте жақсы. Отыра ғой. Жақсы. Рахмет. Келесі ағаш тобы. Сіздер дайынсыздар ма? Келесі бізде массаның несін айтып тұр? Келесі тақырыбымыз. Ал, жаз айта ғой. Екінші. Ағайып айта ғой. Масса. Масса тең бөлінген көлем. Өте жақсы. Өте жақсы. Рахмет. Келесі темір тобы. Сіздердің Заттың өлшем бірліктері М-ның өлшем бірлігі килограмм, көлемнің өлшем бірлігі метр куб, тығыздықтың өлшем формуласы өлшем бірлігі килограммның метр кубқа арнасы. жақсы. Бос төртбос толтыру үшін берілген есептердің өлшем бірліктерін анықтаймыз. Бос төрткөзді толтыру әдісі бойынша сіздер мына жаттығуларды орындайсыңдар. Бұл жердегі жаттығуларда біз жаңағы қайталаған еселік өлшем бірліктерді көбейту арқылы, бөлу арқылы мәнін табамыз. Өте жақсы. Түсінікті ме балалар? Жақсы. Ал келесіне 5 көбейту 1 сантиметр. 5 көбейту. Түсінікті.
Ал бос орынды толтыру. Қанекей әдіс бойынша толтырдық па? Қатесі болса тексеріп отырамыз балалар. Қатесі болса тексеріп отырамыз. Дұрыс. Темір тобы өте жақсы орындады. Мына жерде 2 рет жазып қойдық, енді ештеңе қалмасын. Түсінікті ғой балалар, е? Келесі. Айтып өтсек. 1 сантиметрде қанша метр бар екен? 1 сантиметрде 10-ның минус 2 дәрежесі метр. 1 сантиметр кубта қанша метр куб бар? 1 сантиметр кубта 10-ның минус 6 метр куб. Өте жақсы. Жақсы. Отырамыз. Келесі. Келе ғой жасын. Қатесі заттың тығыздығын анықтауымыз керек екен. Ал енді осы жерде беріліп отырған формулаларды түрлендіруді біз білеміз. Ал енді балалар, қанекей, осы жерде кір тақтаға шығып, маған массаны, тығыздықтың формуласынан массаны түрлендіріп тауып береді. Кім шығар? Ал Мүслиман шығар. Массаны табу үшін қандай формула шығады? Айтады. Астына жазылды. Бұл бізде тығыздықтың формуласы. Енді осы формуладан массаны табу керек. Пропорция құрастырады екен. Өте жақсы. Жақсы. Рахмет. Дұрыс па балалар? Айта қойшы, массаны табу үшін? Өте жақсы. Отыра ғой. Жақсы. Ал балалар, көлемді табу үшін қандай формулалары бар? Қанекей, кім біледі? Тағы да. Ал, қанекей жаза ғой. Көлемді табу үшін қандай формула орындалады? Ал балалар дұрыс жазды ма? Жоқ. А көбейту, Б көбейтусі. Көлем. Бізде жалпы ұзындығын, енін, қалыңдығын көбейту арқылы көлем табылады екен. Солай ма балалар? Ал енді тығыздыққа қатысты көлемнің формуласы неге тең болады? Отыра ғой. Ал келе қосыңыз. Көлемнің формуласы тығыздыққа қатысты. Заттың тығыздығын анықтау үшін біз көлем. Егер де көлемді табатын болсақ, не істейді екенбіз? Массаны? Өте жақсы. Рахмет. Отыра ғой. Мінекей балалар, жақсы. Керемет балалар. Жақсы. Ал ендеше бүгінгі сабақта келесі біздегі деңгейлік тапсырма дейді балалар. Қанекей, тез осы тапсырманы орындайық. Анықтап шығарып алайық. Деңгейлік тапсырма жеке жұмыс, әрқайсымыз жеке өзіміз шығарамыз. Балалар, дәптерімізді аламыз, формуланы білеміз, есептерді білеміз. Ендеше біз қ-ға келтіре отырып, есепті анықтап шығарамыз. International. Шығарамыз. Амеке шықты ма? Келесі үшінші есебін шығарамыз. Қанкей? Үшінші есебін шығарамыз. Жақсы. Енді балалар бүгінгі сабақтарымызды қорытындыладық, түсінікті. Келесі онда сіздерге кері байлас. Бүгінгі сабақтағы сіздердегі жалпы өздеріңіздің сабақтың не қызықты өтті жазып қоямыз. Заттың тығыздығын. Формуласын. Заттың
анықтау. Өте жақсы. Нені білдің бүгінгі сабақта? Есептерді шығару, формулаларды. Өте жақсы. Формулаларды түрлендіріп есептер шығару, иә? Жақсы. Осымен аяқталды. Араласқа бізде бүгінгі 8 балл қоямыз. Жасмин, Муслимат, Алина, Гүлнар, Дариға, Мирлан 9 балдан қоямыз, иә? Өте жақсы. Нұрғиса, Алина, Гүлназ, бізде беру Ағайке, бізде 8 балдан қоямыз. Жақсы ма? Жақсы. Өте жақсы. Бүгінгі сабағымыз, қанекей, кері байланыстарымызды жинап алайық. Келесі жолы осы бойынша тағы да жұмыс жасаймыз. Жақсы.